күн, құрметті көрермен, қыздар, ата-аналар. Біз бүгінгі шығарылымызды аналарға кеңес деп алдық. Өйткені қыз тәрбиесінде кететін кейбір жалпы қоғамға тән көп адам ескере бермейтін қателіктердің барын сараптай келе, осы тақырыпты ұсынуға бел будық. Мұнда тек аналар ғана емес, қыздар да өзіне керекті мәліметтерді ала алады. Қыз бала тәрбиесінде басты жауапты адам ол анасы. Халқымыз шешесіне қарап қызын ал деп, ана мен қыз тәрбиесінің тығыздығын айтып өткен. Әрбір ана өзінің таным парасаты мен қызын тәрбиелеп, өмірге қанат қақтырып жатыр. Бұл дәстүр жалғаса береді де. Десек те, қыз тәрбиесінде ескеретін кейбір жайттармен бөлісе кетсек деп едік. Мектеп жасындағы қыз балалар тәрбиесін негізінен 3 кезеңге бөліп қарауға болады. Бірінші кезең – бастауыш сынып кезеңі. Бұл кезде қыз балаға тазалықты, ұқыптылықты, жинақылықты үйрете отырып, баланың көп білуге құштарлығын арттыруға, кітап оқу мәдениетін дамытуға баса назар аудару керек. Бұл кезең қыз баланың болашағының дұрыс қалыптасуына қатты әсер етеді. Екінші кезең – 5-8 сынып арасындағы уақыт. Бұл кезде алғашқы кезеңдегі тәрбие түрлері ары қарай дамытыла түседі. Жас ерекшелігіне қарай қыз бала анасынан еш нәрсе бүкпейді. Қит еткен нәрсенің бәрін айтып келеді. Сол шыншылдығы мен ашықтығын пайдаланып, қыз баланың келешегіне ең керекті нәзіктік, ілтипаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу, тұрақтылық сияқты мінездерді қалыптастыру басты борыш. Сонда бұл сипаттар келешекте жарасымды жар, аяулы ана, қоғамымыздың белсенді мүшесі болатын қыз баланың бойынан әрқашан нұр болып төгіледі. Үшінші кезең 9-11 сыныптарды қамтиды. Бұл уақытта қыз балалар бой жетіп, өмірге басқа көзбен қарай бастайды. Дәл осы сәтте оған ананың қолдауы, ақылы, мейірімі ауадай қажет. Сондықтан анасының ақылын ала отырып, осы кезеңді жақсы жетістікпен аяқтаса, болашақта ол қыздан инабатты ару, аяулы жар, ибалы келін, ардақты ана шығары даусыз. Аналар қыздарын қорғау мақсатында бір қателікке ұрынып қалмау үшін ақылын айтып отырады. Ал қыздары болса, анасынан өздеріне қолдау күтіп, аналарының мұнысын сынға алып отыр деп ойлауы мүмкін. Осындай жағдай орын алғанда, өзара түсінісу қаншалықты қиын сияқты көрінсе де, шешудің жолдары бар екенін естеріңізге салайық. Бірінші, өтпелі кезеңі басталмай тұрып, жақсы арақатынас сақтауға тырысыңыз. Қыздар өтпелі кезеңде сезімге бой алдырғыш болады. Аса сезімталдық, болмашы нәрсеге ашушаңдық сияқты кез келген сезім жоғары деңгейде болады. Егер сіз қызыңызбен арақатынасыңызды осы бір кезең басталмай тұрып, өзара реттеп алсаңыз, оның сізге деген сенімі артып, бұл кезеңді жеңілдеу өткізеді. Екінші, бір-біріңізді тыңдап үйреніңіздер. Тыңдай білу кез келген мәселеде жақсы бір шешім жолы. Келесі, эмпатия мен оның жан дүниесін ұғынуға тырысыңыз. Эмпатия дегеніміз бір адамның өзін басқалардың орнына қойып, мәселеге соның көзімен қарап көру дегенді білдіреді. Өзіңізді қызыңыздың орнына қойып, ақыл кеңестерді солай беріп көріңіз. Шектен тыс бақылау жасауға тырыспаңыз. Мақсатыңыз қызыңызды қорғау болса да, тек сіздің қалауыңызды орындап, сіздің көзқарастарыңыз бен пікірлеріңізге қосылуын күтпеңіз. Кей жағдайларда қателіктен сабақ алуына мүмкіндік беріңіз. Қандай жағдай болмасын, өз қолдауыңызды көрсетіп, қасынан табылуға тырысыңыз. Араңыздағы өзара құрметті сақтаңыз. Қызыңыз сіздің көңіліңізге келетін жаман сөз айтып, ауыр сөйлегенін өзіңіз қалай қаламасаңыз, қызыңызға да солай айтудан аулақ болыңыз. Сыртқа шығатын және келетін уақыты туралы өзара келісіп алыңыздар. Әрбір бойжеткен өзінің достарымен уақыт өткізуді қалайды. Көңіліне келмейтіндей, түсінікті тілмен үйге кеш келуін қаламайтыныңызды, сіздің шешіміңізге құрметпен қараса, сіз де оған құрметпен қарайтыныңызды білдіріңіз. Басқалармен ешқашан салыстырмаңыз. Біреуді өзіне үлгі етіп көрсетуді тек қыздар ғана емес, негізінде кез келген адам қаламайды. Қол жұмсамаңыз.
Қызыңызға қол жұмсау дегенді тіпті соңғы бір әрекет ретінде де ойламаңыз. Егер осылайша қызыңызға ақыл кіреді деп ойласаңыз, өкінішке орай қателесесіз. Бұл әрекетіңіз оған психологиялық травма әкеліп қана қоймай, сізден алыстап, тіпті үйден кетіп қалуына да апарып соғуы мүмкін. Осымен кезекті шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.